Ассалаумағалейкум жігіттер. Қандай прям машинаға обзор жасайын деп жатқанымды сіздер прям представить ете алмайсыздар. Хотя астынан оқып болған шығарсыздар, Rolls-Royce екен. Өз заманның Rolls-Royce Phantom'ы, өз заманның прям люкс машинасы. Бүгін бізде обзорда 79 жылғы Rolls. Мая 1904 года британцы Чарльз Роллс и Генри Ройс основали компанию Rolls-Royce и в 1906 году презентовали свой первый автомобиль. На протяжении следующих 50 лет Rolls-Royce сформировал имидж премиального британского автомобиля, на котором ездили бизнесмены, знаменитости и даже члены королевской семьи. Құрметті достар, сапасына мән бермеңіздер. Қазір жүрек толқыныс болып тұр. Себебі бұл машинаны жалпы барлық адамдар, барлығы сізде, сіздің досыңыз да, оның досы да барлығы армандайтын машинаға біз қазір келіп алып шығып обзор түсірейін деп жатырмыз енді. Ана машинаны мен уже примерно шетінен көрдім. Айта алмаймын, жүрек жаман соғып тұр. Давайте бірге көрейік қазір. Шаң қылып қазір алып шығып, жуып, сіздерге әп-әдемі қылып обзор түсіретін боламыз. Кеттік. Көрмеген өзіне? РР деген жазуын өзіне айтса, РР. Мына жерде жазу болу керек бұда мынада. Бұл кезде мен шенжі заманға не қарсайсың? Криминал Шанхай, самал Гундай, крепость Алтай. Оянды қалың ел қалмау үшін жұмыстан, ерінбей еңбек ет, тоқ жүреді қарының, ісіңде адал бол, ұлық жүрі қылмыстан, қолына бізде Кадиллак келсе, надо РР деп тұрады Rolls-Royce. Құқыңды біліп жүр, жетеріңді жиесіңді болма, белі бүкір, қой бағуға жарамас бүгінгі бағадыр. Дүркіреткен батырлардың бойында қаны тұр, ісіне сөзі сай, парасатты қамтыған, кешегі ағалар шейіттікке ұмтылған, қараны қампиған. Біз қазір Rolls-Royce'та шаң болып тұр, оталмағанда біраз болған, бір жылдай. Мен қазір барып, аккумулятор алып кеп, салып, Rolls-Royce'та оталдырайын деп жатырмын. Қаптауда гамасек, ата бабадан қалған көп өз. Көшелердің шамы сөнді, әлсіздің жағы сынды, гоп-стоп доғар енді болсын тек әділ сот, инеге егілмес, қазақтың жігіттері кесірі үйге тимес, ата-ана үміткері өні біздің көшеде, тек көп емес, байқа өзгеше, балкондағы көрініс, амалсыз көніп біз, бірге бірі жүзге жүз дірілдегі. Бұл көлік нағыз аристократ. Бұл Rolls-Royce Елизавета, королевам білесіздер ғой, Елизавета екіншінің гаражында тұрған машина. Дәл осы көлікте, дәл осы түсте Елизавета королева өзінің мерекелік іс-шараларына барады. Сол көлікті дәл қазір біз сіздерге обзор қылып көрсететін боламыз. Қараңыздар. Rolls-Royce'тың несін эмблемасын қараңыздаршы, ё-май. Мына Rolls-Royce'ның эмблемасы сразу сыртынан экстерьерынан бастап кетеге, мен әлі ішін қараған жоқпын. Міне, мынау ұшып тұрған қанатты әйел адам, көрдіңіздер ме? Бұл бүйтіп құлайды. Анау қазіргі Rolls-Royce'тарда ішке кіретін болса, бұл жақта ол былай құлайды. Бұның аты дух экстаза деп аталады, яғни кайфтың рухы деп аталады. Экстаздың кайфы деп аталатын
эмблема болып саналады. Мынау не себепті бұлайына құлайды, не себепті ол ішіне кіріп кетеді десеңіздер, бұлар Rolls-Royce солай ойлап тапқан, адам бүйтіп үстіне құлаған кезде мынау адамның почкасына бір жеріне кіріп кетпесін деп, сөйтіп құлаған үшін қатты болмасын деп. Ал біздің білесіздер ғой, ВАЗдарда, біздің газдарда мынандай бүйтіп олень түсіп тұрады да, оның үстіне құлап кетсең, олень екінші жағын тесіп жібереді. Ал бұларда соны ойластырған көрдіңіздер ме? Мә, ана решетка радиаторына РР деген. Мына бір логотип РР. Мына екі логотип РР. Көрдіңіздер ме? Ол кезде енді қазіргі таңдағыдай мынаның ішіне енді жазамаған ғой, ненің ішінде білесіздер. Қазіргі Мерседестерде, Майбахтарда фараның ішінде жазып тұрады ғой. Ол кезде мына Rolls-Royce деп мына жерге салған, көрдіңіздер ме? Брендті көрсету ол өте маңызды болып табылған. Ол сәтте мынаны қарасаңдар сіздер омывайканы, қараңыздар, фараны тазалайтын. Қандай, решетканы өзі айтып тұр ғой, мен Rolls-Royce'пын деп. Біздің бүгінгі обзордағы көлік 79 жылғы Rolls-Royce Silver Shadow деп аталады. Бұл Rolls-Royce Phantomға дейінгі Rolls-Royce қазір айтам қандайлары болған, Phantomға дейін қандай болған. Rolls-Royce Silver Seraph болған, оның алдында Silver Spirit болған, ал дәл соның алдында осындай флагмалық люкс көлік Rolls-Royce Silver Shadow шыққан болатын. Колпачогының өзінде РР деп тұр, бізде Cadillac деп тұрады еді Девильда, мынада РР деп тұр, көрдіңіздер ме? Мынаның краскасын өзін қараңыздар, қандай әдемі, қараңыздар. Артынан қарайық, мына жерде де Rolls-Royce Silver Shadow, көрдіңіздер ме? Бір краскасының кеткен жері, бір жерінде несі жоқ, полировкасы өте мықты состояниеда болып тұр. Ашамыз. Ай, базайдың қолды. Енді мынаған. Бұл енді бәрінде бар енді бұл енді. Тряпка дегенде бәрінде. Ладно, ештеңе демейміз. Кез келген ретро машинада отвертка жүреді. Барлық люкс машиналардағы секілді, бұның да бензобагы әрине кнопкамен ашылады. Қазір қараңыздар. Кнопканы басам ашылады. Ай, көрдіңіздер ме? Енді это же Rolls-Royce. Rolls-Royce емес пе? Жақсы, сіздерге давайте мына жағын эксперимент. Не бар көрсетіп, мына жерде өзінің несі болған, антеннасы болған, антеннасы қазіргі таңда жоқ. Енді қанша жыл өтті, 79 жылдан бері көлік осы қалпында сақталуының өзі өте, мен всегда айтамын, редкость деп, осындай ерекше көліктерді сіздерге көрсетіп жүрген. Мен бақыттымын ғой негізі осындай көліктерді. Бұл көлік 1965 жылдан бастап 1980 жылға дейін 15 жыл, дұрыс қой, 15, оның не так 65 деп есептеп тұрсыншы. 45 жастағы лакшери Rolls-Royce'тың сіздерге барлық фишкаларын таныстыруды жалғастырамын. Мына крыша кожамен көмкерілген, бұл Lando деп аталады. Кабриолет кейпін келтіретін, бірақтан кабриолет емес седандарға біздің елде де осындай. Мына жақта да мына Lando крыша, яғни кожамен көмкерілген крыша жасалып тұрады. Енді сіздерге моторды көрсетейін, кәдімгідей британдық V8 қандай болатынын көрсетейін. Мына капоттың өзі қалай ашылатынын қараңыздаршы, ешқандай дауыс жоқ. Ешқандай тарс, тұрс, түсір жоқ, көрдіңіздер ме? Қалай ашылады? Қараңыздар. Британдықтар бұған 189 аттың күші бар. 6-8 объемды V8 орнатқан болатын, ал коробкасы 4 ступенчатый, яғни 4 қадамды автомат коробка. Қараңыздаршы жағдайы қалай. Біз тек қана аккумулятор қойдық, болды, басқа ештеңе істеген жоқпыз. Трамблер, барлығы тап-таза. Сіздерге қазір мен двигателі, яғни мотор қалай жұмыс істейтінін көрсетейін. Қараңыздар. Масқара, мен өзім таң қалдым, бана жұмыс істегенін көрші. Моторы ровно жасапты. 79 жылғы машина. Енді жабылған өзі қараңыздар, жабылған өзі. Тып-тыныш кәдімгі, ровно люкс машиналарға сай, әп-әдемі болып, ровно жабылды. Таң қалып отыр. Міне машина жұмыс жасап тұр, от алдырып қойдық. Сіздерге салонды таныстырайық. Мына ағашты, осы Қазақстандағы ең мықты ағаш
прям Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың гаражындағы көліктерге осындай декор жасайтын Валентин деген жігітке істеткен екен. Өте мықты, прям реставрациясы өте мықты жасалған. Мына кожаны Британиядан алдыртқан екен. Бұл арнайы тек қана Rolls-Royce'тардың салонында ғана болатын Британиялық, яғни бұзаудың терісі екен мынау. Әшін біздегі кожа, можа емес, бұл бұзаудың терісінен жасалған, міне, жасалған орындық. Қараңыздаршы қандай. Ощущаемость өте мықты. Мына жақта барлығы жасап тұр, міне, радиосы, қараңыз, дауысын шығарам. Қараңыздар. Көрдіңіздер ма? Өзінің родной радиосын міне қостым мен. Радиосы істеп тұр міне. Өзінің родной. Климат-контроль полностью автоматический. Климат-контроль, мен өшіре саламыз радионы. Климат-контроль полностью автоматты түрде, барлығы кондиционері, печкісі, барлығы жасап тұр. Мына поворотниктері қандай әдемі. Rolls-Royce'тың прям мен таң қалып жатырмын. Қараңыздар. Стеклоподъемнигі міне полностью автоматты, қараңыздар. Мына барлығы мына кнопкалар. Түге міне қараңыздар, артын қараңыздар. Қара артын қара. Көтереді, түседі. Міне барлығы жасап тұр, көрдіңіздер ма? Мынау есікті автоматты түрде. Енді қалай бұндай люкс машина, центр замоксыз, е? Мына есік толтайтын, есік ашатын кнопкамен барлығына. Мынау пепельницасы міне. Мына жерде пепельницасы орналасқан. А мынау біздің міне барлық сол кездегі машиналар сияқты айнасын қимылдататын. Көрдіңіздер ма айнасын? Ана айнасын қимылдатады. Регулировкаға. Қараңыздаршы, артында отырған адамға міне мынандай прикуритель бар, өзіне жеке. Және де міне темекі прикурить еткеннен кейін шегетін міне пепельницасы бар. Одан бөлек әр адамның аяғына міне мынандай подставка бар. Ойлаңыздаршы, адам артында бүйтіп өзін өте комфортты сезінсін деген мақсатпен жасалған ғой. Rolls-Royce деген осы емес па? Мына жақты қараңыздар. Мына жақта ошибкалардың барлығы жанып тұр. Паркинг, яғни ручникта тұр дейді. Ручнигінің өзін қараңыздаршы, қалайынан. Мына. Көреді? Ана өшті көріңіздер ручник. Қараңыздар, ручник қалай тартылады. Не деген ручник мынау, құдайым ау. Кәдімгі бір андай штурман сияқтымыз, самолеттің есінде отырған секілді. Low fuel деп тұр, яғни бензині бітті, енді бензин құямыз қазір. Кілт мына жерден оталады. Мына иісті айтып жеткізу мүмкін емес. Мына жақта міне орындық, жоғарыдан көрсе. Орындық қараңыздар, кнопкамен міне, кнопкамен қимылдайды. Мына орындық қараңыздар. Алдыға, артқа міне. Көрдіңіздер ме, орындық қимылдап жатыр. Мынау пепельница міне. Өте күшті, подлокотнигі прям капитанские сиденья мына жақта. Міне бізде диван болса, мына жақта прям капитанские сиденья. Енді 45 жастағы люкс Rolls-Royce'ты қалай жүріп, сіздерге жүрген кездегі ощущениясымен бөліспейміз. Ендеше кеттік, машинамен жүріп, сіздерге жүрген кездегі сезім қандай екенін көрсетейік. Тып-тыныш жасап тұр. Двигательдің дауысын есту үшін прям сіздер естіп тұрсыздар, мен естімей тұрмын двигательдің дауысын. Мотордың дауысы вообще естілмейді, қараңыздаршы. Міне мынау американецтердегі секілді оң жағында міне, рульдің оң жағында көрдіңіздер ма? Түсіресің? Спокойно прям. Коробканың ауысқаны, дыға салынғаны мүлдем сезіліп жатқан жоқ. Міне осы действительно шын мәнінде люкс машина деп осындай көліктер айтады. Айтып бісміллә жүріп көрейік. Мәссә. Кеттік. Мен Rolls-Royce'та отырмын. Мынау қараңыздар, рульді. Гидроусилительдің өзі қараңыздар, саусақпен ауаны алдыруға болады міне. Міне, мынау действительно Rolls-Royce'тың логотипінің тұрғанның өзі мен тұмсығының алдында. Оның өзі өте үлкен кәдімгі қуаныш қой жүрекке деген. Қараңыздаршы. Мәссә. Тып-тыныш. Мұн жақта торымыздың өзі электронды. Бұл жақта барабан емес, қараңыздар. Торымыздың өзі электронды қылып істеген британецтер. Өте әдемі, өте әдемі. Дәл осы жерде қазір міне. Қояйықта. Мен қазір звондайын, Rolls-Royce'та отырмын деп, бәріне звондайын. Мамаға звондайын, Rolls-Royce'та отырмын деп. Просто қазір аламызда пантап атсақ, бәріне звондаймыз. Мен Rolls-Royce'та отырмын, деді. Мен анама звондап отырмын. Достарыма бәріне айтамыз қазір. Мен Rolls-Royce'та отырмын деп. Алмайған жері осындай кезде. Алло, мам? Мен Rolls-Royce айдап келе жатырмын. Rolls-Royce айдап келе жатырмын.
Давайте соны айтайын деген ғой, давайте. Мен қазір Шымболатқа звондап отырмын, Шымболатқа досыма. Алло, Шымба, брат. Мен Rolls-Royce айдап келе жатырмын, брат. Брат, сен Rolls-Royce айдап отқан адамға звондап отырсың, брат. Базар емес, давай, брат. Все, брат, не уривен ғой, брат. Все, мен сенімен сөйлесе алмаймын, брат. Мен лакшери, давай. Көрдіңіздер ма? Дәл осындай сезіммен Rolls-Royce'ты мына қараңдар. Машина ешкім жоқ. Ай, әдемі. Өзінің орнына қояйық та сендерге. Әдемі, рульдің бұрылған өзі, плавность хода деген прям бешеный ғой. Мынау 20 миллионға тұратын көлік, мен сіздерге айтайын. Қазақстандық учетта тұр. Бұл шетелдік біздік сияқты емес, қазақстандық. Ештеңке басыңызды ауыртпай, өзіңіздің атыңызға аудара саласыз. Мына машинаны енді мен кеңес беремін кәдімгідей. Бұл әрбір қазақтың гаражында болу керек машина. Қазақстанда Rolls-Royce, тем более 79 жылғы Королева Елизаветаның гаражында тұрған машина сіздің гаражыңызда тұрса, бұл өте үлкен қуаныш деп есептеймін. Сол үшін әрбір қазақтың басына осындай күн тусын. Енді бұл көлік сатыла ма, бұл көлік қанша бұның бағасы деп сұрап жатқан адамдарға, дәл осы көлік, дәл осы исполнениеда 20 миллион теңге тұрады. 20 миллион теңгеңіз болса, дәл осы Rolls-Royce Қазақстандағы ең ерекше, прям Rolls-Royce'пен жүргіңіз келсе, және де ретро көліктердің атмосферасын сезінгіңіз келсе, мына көліктің бағасы 20 миллион теңге. Құрметті достар, сіздерге ұнады деген ойдамын. Әр қазақтың гаражында осындай Rolls-Royce тұрса, өте қатты қуаныш. Бүгінгі шығарылым ұнаса, лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Каз ретро гараж сіздерге осындай көліктердің түрлі көрсетуге дайын. Егер тағы да осындай ерекше көліктерді көргім келе береді десеңіздер, жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Келесіде неше түрлі muscle car, прям люкс кар, пони кар барлығын көрсететін боламыз. Ал Rolls-Royce үшін, Rolls-Royce үшін сіздер өз ойларыңызды білдіріп, комментарий жазасыздар деген ойдамын. Подписаться етуді ұмытпаңыздар. Рахмет сіздерге. Сіздермен болған Каз ретро гараж, Ерғазы Әзімханұлы. Әрқашанда сіздермен келесі кездескенше.